пікіріңізде қаласыз ба? Иә, тармақты, 10 тармақты мойындамаймын. Қылмыс мотивінде мен айттым, тергеушіге де айттым. Наурызға қатысты, тармақтарға қатысты айтқан пікіріңізде сол пікірде қаласыз ба? Қаламын, сол ең алғашқы тергеуге берген жауабымда қаламын, ешкімге бермесін. Жоқ, кеше мына жар сөз басталатын алдында мен сізден әрбір пункт бап бойынша нақтылап шықтым ғой, сол пікіріңізде қаласыз ба? Қаламын. Әлде өзгертесіз бе деп соны? Жоқ. Сіздің сөзіңізге байланысты. Сіз өзгертетін болсаңыз, сонда біз сот тергеуін жаңғыртып, сізді қайта жауаптау керек боламыз. Жоқ, мен ең алғашқы тергеуде қалай жауап бердім, сол арқылы сараласаңыз болады. Мен ашық сотта көп нәрсені айта алмадым мен. Қазір айтуға мүмкіндігіңіз бар. Енді сіздің тағдырыңыз сол, түсініп тұрсыз. Сот шешім қабылдау үшін кеңесі бөлмесіне бөлгенде айтқан түсініп тұрсыз. Процестің аяқталайын деп жатқан. Сондықтан не айтқыңыз келеді? Барлық ойыңыздағы өзіңіздің толықтай түгел айтып беріңіз. Себебі сіз айтпасаңыз, ертең өзіңізге өкініш болып қалуы мүмкін. Мен айтпай қалдым осы нәрсені деп, немесе басқа адамдар сот бұл ақпараттарды білмей алады. Сондықтан айтыңыз, уақыт жетеді, асықтырмаймыз сізді. Қылмыстық істегі жан-жақты зерттедіңіз, талдадыңыз, 2 ай уақыттың ішінде. Қылмыстық іске ешқандай таласым жоқ, анық қанығына дейін жеткізді. Тергеуші де, барша сот сарапшысы толық ашылып деп ойлаймын. Ешқандай бір жасырын қалған ешқандай жері жоқ. Қанша деп таныса да мен бәрібір істеген ісімді артқа қайтара алмаймын уақытты. Иә, кектің арқасын жасадым, өшпенділік іште кек, мені осындай айуандыққа жеткізді. Өзімнің өмірімде де даулаймын, бостандығымды даулаймын. Тек құрметті 5 баланың алдында арманда кетпейін. Сұрап кетейін. Шекті мерзімге жазып дайындауын сұраймын. Ол өзімнің жанымды қорғау емес. Ең болмаса балаларына деген үмітімді өшірмеңіз. Солар үшін жасадым, солар үшін өмір сүруге де мүмкіндік беріңіз. Рахмет. Шекті жаза дегенсіз, жазаңызды мерзімі болсын деп. Иә, мүмкін. Мәңгілікке де дайынмын. Бірақ мемлекет жеке адам емес қой, кек болмайды ғой, ізгілік, мейірімділік болар мүмкін. Мен білмеймін. Мүмкін шекті 25 жылдың көлемінде жаза берсеңіз, мүмкін балаларыма үмітім болар, мүмкін алдағы өміріме. Ата-анам дейін бостандықты көрмеспін. Мемлекет өз шешеді, құрметті. Мемлекеттің алдында басымды иіп, кешірім сұраймын. Заңдылықтарым, қағидаларым бұздым. Тек мемлекеттің басқа адамның алдында мен қарыздар емеспін деп ойлаймын. Өйткені бұл қылмысты мен өзім заңалы түрде өзім жасаған жоқпын, қалауымша. Яғни осындай жағдайға жеткізіп, әбден титықтатып жүрмін. Құрметті, мен айттым, өзіңіздің құқықтық көзқарасыңызды білдіріп, мүмкін эмпатиямен түсініп, жан дүниемді ұғынсаңыз да, қарғап-сілеп ұрыссаңыз да өз еркіңіз, құрметті. Мен өз ішімдегіні айттым, тергеушіге де айттым, басқа ешқандай айдарым жоқ. Мүмкін кей кезде қате жеткен шығар сот процесінде. Бірақ ол менің емес, күйзелістен. Рахмет, құрметті, басқа айтар сөзім жоқ. Өзіңізден әлі күтемін. Қай жазаңызға да разымын. Жәбірленушілерге өзіңіз айтыңызге. Тек барлық пышақ жарақатынан басқасын барлығын айттым деп ойлаймын. Өйткені пышақ жарақаты, яғни қылмыс болып жатқан кезде, яғни есім жоғалды болды өйткені. Бірақ барлығын тергеуде де сот процесінде айттым, яғни барлық күшті өзімді ақтауға емес, қылмыстық істің ашылуын күшейту үшін ғана айттым барлығын. Яғни мемлекеттік айыптаушының қойып отқан мерзімінен де ешқандай қарсылық жоқ. Жасаған қылмысымды білемін, не үшін жасағанды білемін. Өз жасаған қылмысым үшін өміріме өтеуге дайынмын. Ешқандай өзім түсініп тұрмын, не үшін жасағанды. Бірақ амалсыздан жасағанды да түсінемін. Ешқандай мен өзіме қатысы жоқ адамға барып, шауып барып, кектенсем де мен оларға шауып барып бірден бақсалған жоқпын ғой. Яғни ішіндегі кегіммен сол кездегі балаларына айырып қалу деген қорқынышты, яғни бірігіп, ішіндегі алай-дүлей болып, яғни жүрекке әмір жүрмейтін